Сәлеметсіз бе, құрметті ұстаздар мен студенттер. Бүгін мен сізге КМЖ-ның шапкасын толтырудың бір әдісін және негізгі дұрыс жолын көрсететін боламын. Ең бірінші, осы КМЖ-ның бөлігін толтыру үшін сізге КТП берілуі тиіс. Яғни, егер сіз практика өтсеңіз, онда мұғалімнен күнтізбелік тақырыптық жоспарды сұраңыз. Менде 6 сынып бойынша күнтізбелік тақырыптық жоспар. Бұл жерде КМЖ-ның үстінде бөлім деген жерге біз КТП-ның ішінен мынау ауыспалы тақырыптар бірінші бөлім дегенді аламыз, және оны КМЖ-ның бөлімі деген жерге толтыратын боламыз. Яғни лексикалық тақырыптар және грамматика бойынша не өтетіні ол берілген. Екінші, педагогтың аты жөні, сіз ол жерге өзіңіздің есіміңізді жазасыз. Күні, бұл жерде күнін де сіз негізінен осы КТП-дан алсаңыз болады. КМЖ-ға толтырасыз, сыныптың нөмірін жазасыз, қатыспаған оқушыларды кейіннен жазатын боласыз. Енді тақырып бойынша тақырыпты да сіз мынау жерде аласыз. Яғни біздің бүгінгі тақырыбымыз Бурабай ұлттық саябағы. Оны аласыз да тақырып деген жерге толтырасыз. Енді оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты. Мынау екі оқу мақсатты аласыз. Кейбір кезде оны оқу бағдарламамен сәйкестендіруге болады. Осылай. Нүкте. Енді ойлау дағдыларының деңгейі. Бұл жерде дағдыларды анықтау үшін сіз осы Блум таксономиясы бойынша сұрақтарды, яғни негізгі мазмұнын анықтау тиіссіз. Яғни мына жерде тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну және детальды ақпаратты анықтау. Ең бірінші, демек бұл жерде дағдылардың ішінен түсіну болады. Түсіну, анықтау, бұл түсінуге жататын дағды. Екіншіден, тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу. Жазу, яғни теориялық білімді практика жүзінде қолдану, бұл бізде Блум таксономиясы бойынша қолдану ойлау дағдысына сәйкес келеді. Яғни бұл жерде түсіну, үтір, қолдану деп жазасыз. Жақсы. Енді ұлттық құндылықтарға біз не жазамыз? Ол үшін сіз апта-дәйек сөздер, осындай кестені ашасыз. Мынау жерде ең бірінші жазасыз, мысалы, қараша айы, ұлттық құндылық, әділдік пен жауапкершілік. Яғни осылай мынау жерде қараша айы, қос нүкте, ұлттық құндылық осындай. Енді астына жазасыз, апта-дәйек сөзі қай апта екенін анықтайсыз. Мысалы, екінші апта болсын бізде. Апта-дәйек сөзі қос нүкте, қандай дәйек сөз? Яғни осы дәйек сөзді сіз мынау сабақта меңгертетін боласыз. Енді оқу мақсаты бойынша менде бөлек видео болады. Әзірше негізі шапкасы осылай толтырасыздар.